Әрбір адам ерекше жаратылған. Бұл өте тамаша жаңалық. Дегенмен де өмірде өзін өзі қабылдай алмай жүрген адамдар қаншама, өкінішке орай. Барлығы әрине адамның психологиясына келіп тіреледі. Бала кезден барлығымыз біреуге ұнағымыз келеді. Біреуге емес, жалпы барлығының көңілін тапқымыз келеді, ұнағымыз келеді. Бұл адамның жаратылысына тән нәрсе. Бұны жаман деп те айтуға болмайды. Дегенмен де осы өзгелерге ұнаймын деп жүрудің арқасында бір нәрсені көзден таса қыламыз. Адам өзінің кім екенін ұмытып кетеді. Өзінің ерекше қасиеттерін құрметтеудің орнына таптай бастайды, даттай бастайды. Өзінен тіпті түбегейлі бас тартады десе де болады. Бірақ бұл жерде бір құпияны ашайын. Өзгеге ұнағың келсе, алдымен өзіңе ұнауың керексің. Өзіңнің барлық қандай болса да, жаман болсын, жақсы болсын, қасиеттеріңді қабылдаған кезде өзгелерге кәдімгідей ұнай бастайсың. Себебі сенің іштегі конфликт шешіледі. Жалпы барлық адам біздің айнамыз ғой. Өзімізге қандай қарым-қатынаста болсақ, өзгелер де бізге сондай қарым-қатынаста болады. Ал іштегі конфликттің пайда болу себептеріне қарайтын болсақ, үңілетін болсақ, оның барлығы әрине балалық шақтан бастау алады. Қазіргі адамның ішіндегі конфликт кезінде оның сыртындағы конфликт болған. Яғни кезінде оны қоршаған адамдар баланы қабылдамаған, әдейі қабылдамаған деп те айтуға болмайды. Қолынан келгенше, шамасы жеткенше баланы баққан ғой енді. Оған ешқандай айып тағуға болмайды. Себебі өткен іс өтті, бояуы сіңді, енді тек алға қадам жасап, іштегі конфликті адамның өзі ғана шеше алады. Ол үшін ең бастысы өзінің жан дүниесінде не болып жатыр, соған мұқият назар аударып, анықтау керек. Бұл істе ең бастысы адамның ниетімен алғашқы қадам жасауы, яғни бастау керек. Қалай бастаймын десеңіз, өз-өзіне сұрақтардан бастайды. Дәл қазір мен өзімді қалай сезініп тұрмын? Жақсы ма, жаман ба? Жаман болса, неліктен бұндай жүректі ауыртатын сезім мені мазалап тұр? Не себепті бұл басталды? Және қалай шешуге болады деген сұрақтар шиеленісіп қалған эмоцияларды бір талдап ажыратып, барлығын бір тәртіпке келтіруге көмектесе алады.